Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен Жайзира. Бүгін біз өте нәзік, дәмді торттарымыздың бірі Рафаэлло тортын бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ең бірінші біз бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бізге ұн, қопсытқыш, бадам ұны немесе миндальный мука, қант, сұйық май және 6 дана жұмыртқа қажет. Мен барлығының грамын видеоның астына белгілеп кетемін, сол жерден қарап дайындасаңыздар болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдық. Енді қантымызды 2-3 бөліп, жұмыртқаның ағына салып, жай жылдамдықтан бастап миксерлейміз. Міне бізде аппақ, үлпілдек, өз формасын ұстайтын біркелкі масса дайын болды. Келесі жұмыртқаның сарысына сұйық майымызды қосып, біркелкі масса болғанша блендермен араластырамыз. Үшінші біз ұнымызға разехитин мен миндальный муканы қосып араластырамыз. Так, өзі 3 массамыз да дайын. Барлығын біріктіреміз лопатканың көмегімен. Келесі ұн разехитина және миндальный муканы ұн елегіштің ішінде жақсылап араластырамыз. Және де жұмыртқаның ағы мен сарысының үстіне 3-4 бөліп, ұнымызды салып, араластырамыз лопатканың көмегімен. Араластыру барысында өте мұқият болыңыздар. Біздің массамыз басылып қалмауы қажет. Егер басылып қалса, біздің бисквитіміз көтерілмей қалады. Сол себепті араластырғанда өте мұқият болыңыздар. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but
we can still have fun. Ал біздің массамыз дайын. Енді оны кальцоға салатын боламыз. 2 бөліп пісіреміз. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. Біздің пешіміз қызып тұр. Алдын ала қыздырып қойыңыздар. 170 градуста 25-30 минут пісіретін боламыз. Піскенін міндетті түрде шпажкамен тексеріп отырамыз. Still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another Ал бисквиттеріміз пісті, бөлме температурасында суыды. Енді пышақтың көмегімен ортасынан бөліп аламыз. got a house in the garden, Бисквиттің өте нәзік болып шығады, иісі де өте керемет болады. it's just my time Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. now. No one Өте оңай әрі дәмді торттардың бірі. with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Келесі ортасына қосылатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін миндальный орех, вафельный крошка және шоколад қажет. Молочный, бұл менде калибаут. Және де пралине қажет. Пралине болмаса, нутелла болады. Ең бірінші шоколадымызды микроволновкада ертіп алатын боламыз. Міне біздің шоколадымыз еріді. Енді барлығын араластыратын боламыз. Бөлек ыдысымызға еріген шоколадымызды, одан кейін нутелламызды, миндальный орех, вафельный крошка барлығын қосып біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міне біздің хрустящий слойымыз дайын. Так, келесі кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге президент және три желания сгущенкасы қажет болады. Так, 400 грамм сливкеге 120 грамм сгущенканы қосамыз. Келесі сливкемізбен сгущенкамызды миксерімізге салып, жай жылдамдықтан бастап миксерлейтін боламыз. Қоюланғанша, біздің крем дайын болғанша жақсылап миксерлейміз. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong. Ал бізде өз формасын ұстайтын біркелкі әдемі қою креміміз дайын. Келесі қошдарымызды жинайтын боламыз. Going round, round,
подложкамыздың үстіне аз мөлшерде крем жағып аламыз. Одан кейін корждарымызды жинаймыз. Ең астыңғы бисквитке біз манағы дайындап қойған хрустящий слойымызды жағып шығатын боламыз. Хрустящий слойымызды жағып болды. Енді торттарымызды жинаймыз. Мен разъемный кольцода жинаймын. Разъемный кольцода жинасаңыздар, торттарыңыз тегіс әдемі болып шығады. Так, бисквитіміздің үстіне бір слой крем жағып тегістейтін боламыз. Келесі екінші бисквитіміз. Одан кейін крем тағы да. Бір кеп қойғанша тегістейміз. Осылайша барлық корждарымызды салып, кремімізді жағып тегістейтін боламыз. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. Ал бізде осындай әдемі биік торт шығады. Осы тортты енді 5-6 сағатқа холодильникке саламыз. Келесі Рафаэлло тортын қаптау үшін, яғни для обтяжки крем жасаймыз. Ол үшін бізге сливки, креметті немесе маскарпоне және қант ұнтағы қажет. 300 грамм сливкиге 100 грамм маскарпоне немесе креметті және бір ас қасық қант ұнтағы қажет. Still have fun for now. So when you stop paying so Барлығын өлшеп алдық. Енді миксерімізге салып, шай жылдамдықтан бастап миксерлейтін боламыз. Миксерлегенде бірінші жай жылдамдықтан бастаймыз. Одан кейін жылдамдығын көбейтеміз. Міне біздің бір келкі массамыз дайын, креміміз для обтяжки. Дайын кремімізді кондитерский мешокқа салып аламыз. Біздің тортымыз сонда әдемі бір келкі тегіс болып шығады. Менде аз мөлшерде крем қалды. Сол креммен тортымызға черновый слой жасап алдым. Черновый слой бұл тортымыздың қапталындағы корждардың бәрін жинап тегістеп алу үшін. Және 5-10 минут тоңазытқышқа қойдым. Келесі обтяжка жасаймыз. Яғни барлық кремдерді тортымыздың қапталына үстіне сығып шығатын боламыз.
лопаткамен осылай тегістеп шығамыз. Бірінші крем жетпей қалған жерлеріне жағып, бірінші тегістеп аламыз. Креміміз біркелкі тегіс болу үшін бізге міндетті түрде темір спатула қажет. Темір спатуланың көмегімен біз кремімізді тегіс қылып жағып шығамыз. Спатуланы пайдаланғанда міндетті түрде спатуламыз таза болу қажет, және тортқа сәл тақап, тортымызды айналдырып отырамыз. Қапталын болғаннан кейін тортымыздың үстін тегістейміз. Енді Рафаэлло тортында қатты торт тегіс болу міндет емес, себебі сыртын қазір кокосовый стружкамен жабатын боламыз. Сол себепті қатты тегіс болу қажет емес бізге. Тортымыздың сыртын қаптап болдық. Енді 15-20 минутқа тоңазытқышқа қоятын боламыз. Тортымыз тоңазытқыштан шықты. Енді оны сыртын, беттерін кокосовый стружкамен қаптайтын боламыз. Қапталдарым болдық. Енді кокосовый стружкамен торттарымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Осылайша тортымыздың қапталына, беттеріне кокос стружкасын себеміз. Одан кейін 2-3 сағатқа холодильникке қоямыз. Тоңазытқышқа кремі барлығы сіңуі қажет. Ал біздің тортымыз дайын. Енді оны әсемдейміз. Әсемдеу әркім өзінің қалауынша малинамен, клубникамен әртүрлі қылып әсемдесеңіздер болады. Softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with Ал біздің дәмді, нәзік Рафаэлло тортымыз дайын. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мен алдағы уақытта әртүрлі торттардың рецептісімен бөлісіп отырамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, алғысым шексіз. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беремін. Сіздермен болған Жазира. Келесі видеода кездескенше.